Ағымдағы жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстан экономикасы жағымды өсу үрдісін сақтап отыр. Есептік кезеңде жалпы ішкі өнімнің өсуі 4,1%-ке дейін үдеді. Бұл осы жылғы 8 айдағы көрсеткіштен 0,3% тармаққа жоғары. Базалық салалардың ішінде сауда мен құрылыс саласындағы серпіннің қалпына келуі өсудің үдеуіне негізгі үлес қосты. Сондай-ақ инфляциялық қысымның түсуі және инвестициялық сұраныстың артуы экономикалық белсенділіктің импульсы болып отыр. Инфляция деңгейі 5-7% дәліз шегінде сақталып отыр. Ағымдағы жылғы қыркүйекте инфляция 0,4%, ал жыл басынан бері 3,3% құрады. Жылдық инфляция 6,1%. Кәсіпорындардың инвестициялық белсенділігінің жоғары көрсеткіші сақталуда. Негізгі капиталға салынған инвестициялар 21,6%-ке өсті. Ағымдағы жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша елдің халықаралық резервтері 86,4 миллиард ақш долларын құрады.